Қайырлы күн, қалайсыздар? Үлкен кісілер болса сәлем бердік. Көптен күткен залымның полын краскілеуге кірістім. Сіздермен көп болды, видео салмай қолым тимей кетті. Үйдің тірліктері осылайынан міне. Енді қолымызды краскілеп жатырмыз. Қыстан бері міне краскілейміз, ане краскілейміз деп жаздың бір ай өткенде краскымызды бастап жібердіміз осылай. Үйді енді краскілейміз. Иісі күшті екен мынаның, енді мына краскінің иісін айта алмаймыз. Бала-шағамен жабылып осындай жаз болған екен, тірліктерімізді істейік деп қыбыр-жыбыр әйтеуір үй тіршіліктері осылай басталып кетті. Үйіміздің тірліктерін міне бірінші шетінен краскілеп кеп жатырмыз. Әдемілеген үйімізді құртып алмай, краска тимесін деп мына жерде қорқып, бір жанына бір краска шашыраса көресіңдер деп кеткен ғой бізге. Содан кейін енді жай краскілеп, осылайынан краскілеп шығамыз. Қазір көптен күткен сіздердің маралыңыздарыңыз оралды. Енді барынша қолымдан келгенше тырысып видео салып жатамын, салатын боламын енді. Қолға алып міне уже киімімді ауыстырып алдым. Өйткені ана киімге уже краска тиді. Енді қызыма да өзіме де ауыстыр дедім ғой. Киіміміздің бәрін құртып, ағал-жағал қылып, үстіміздің бәрі краска болып, осылайынан жартысына келіп қалды краскамызды. Ескі киімдерімізді киіп алайық дедім. Ана киімнің бәрін үстіміз қызыл болып краска болып кетті. Осылайынан міне уже жартысына жобалап қалдық. Иісі бірақ мүмкін емес. Енді шыдай алмай жатырмыз иісіне. Жолдасым айтқан ғой, сәл қымбаттау краска әкел, иісі жоқ десек, ішіне ең арзанын алып келген ба деймін де осылайынан. Иісі деген шыдай алмай жатыр ғой. Біресе маска тағамыз, біресе ашамыз, маска тақсақ терлеп кетіп жатырмыз. Уже мына жерде қызыма маска тағып алды, шыдай алмай иісіне. Міне уже болды краскілеп. Осылайынан үстерін тегістеп тағы бір мәрте краскілеп жатырмын. Өйткені сіңіп кетеді екен ғой, пол болған екенше. Екінші краскілегеніміз жоба болып жалтылдап жылтырап жатыр. Соған қуанып, мәз болып краскілеп жатырмыз. Екінші слой ұрып жатырмын красканы да. Өйткені бірінші ұрғаным мынандай болып сіңіп кетті.